Қайырлы күн, құрметті оқушыларым. Бүгін біз 10-шы сынып бойынша ПЖБ номер 3, 490-ны талдап өтетін боламыз. Спирттер бөлімі бойынша жиынтық бағалау. Бұл бөлімде біз бір атомды және көп атомды спирттерді талдайтын боламыз. Этанолды қандай әдістермен алуды талдайтын боламыз. Ашыту процестерін талдайтын боламыз. Ал ендеше кеттік. Бірінші тапсырманы көрейік. Бірінші тапсырма. Пропил спирті төмендегі заттардың қайсысымен әрекеттеседі дейді. Сіздерге берілген 6 вариант бар. Осы нұсқалардың пропил спиртімен әрине әрекеттеспейді. Сарымен белгіленгендер бұның барлығы химиялық қасиеттері болып табылады. Бромсутек, металдық натрий, мыс, эквивалентті оксиді. Демек, осы үшеуімен әрекеттеседі, қалғандармен әрекетке түспейді. Түсінікті, осы үшеуін белгілеп шығасыздар. Келесі сұрақ. Көп атомды спиртке сапалық реакция жүргізу үшін қолданылатын реагент. Бұл да спирттің сапалық реакциясы болып табылады. Жаңа дайындалған мыс эквивалентлі гидроксиді мен әрекеттескенде осы реагент қолданылады екен сапалық реакцияда. Спирттердің әлсіз қышқылдық қасиетін көрсететін дәлелдейді міндетті түрде. Сондықтан да ұмытпай осы вариантты таңдаңыздар. Келесі сұрақ. Спирттер қай затпен әрекеттескенде қышқылдық қасиет көрсетеді. Жоғарыда айтылып өткендей, спирттердің әлсіз қышқылдық қасиетін көрсететін дәлелдейді деп мен жаңа дайындалған мыс эквивалентлі гидроксидін айтып өткен болатынмын. Демек, сіздердің жауаптарыңыз С болады. Түсінікті, жаңа дайындалған мыс эквивалентлі гидроксиді. Келесі сұрақ. Этанолды, этиленді тікелей гидратациялау және қантты ферментациялау арқылы алуға болады. Гидратация терминіне анықтама беріңіз дейді. Жалпы гидратация дегеніміз не? Ол деген кез келген заттың сумен әрекетке түсуі. Сумен қосылуын біз гидратация деп атаймыз. Кез келген металдың, заттың жалпы барлығын гидратация дейді. Осыны жай ғана оңай ретінде солай жаттап алсаңыздар болады. Келесі, тұтыну энергиясы мен шығынды есептемей этанолды алудың ферментативті ашыту және гидратация әдістерінің артықшылығы мен кемшіліктерін бір-бірден атап көрсетіңіз дейді. Ең алдымен этанолды алудың көп әдістері бар. Бірінші бұл ферментативті ашытуды талдап өтейік. Бұл кезде бізге оның артықшылығы деп ең алдымен тиімділігін және өнеркәсіпте қолданылуын айтамыз. Түсінікті, Міне қазір сіздерге жазып өтемін. Ең алдымен біз артықшылығымен таза спирт аламыз. Одан кейін оны тамақ өнеркәсібінде, медицинада қолданылады. Осының барлығы біздің артықшылық болып табылады. Ал оның кемшіліктері деп біз бұл әдісті тағамдық өнімдердің көп мөлшерін жұмсауды қажет етеді. Демек, сіздерге көп мөлшерде керек болады. Оны біз кемшілігіне жатқызады екенбіз. Ал келесі әдістің гидратацияның ең бір артықшылығының бірі ол тиімді процесс. Оны қалай түсінеміз? Ол аз ғана мөлшердегі жаңағы шикізаттан сіздер көп мөлшерден спирт ала аласыздар. Демек, ол бізге тиімді болып табылады. Осыны біз артықшылық деп көрсете аламыз. Ал оның кемшілігіне бізге оның условиялары, жоғары температураны талап ететіндігі
осының барлығы біздің кемшілігі болып табылады екен. Түсінікті, иә? Келесі, глюкозаның ашуы ашытқыш ферменттердің катализдік әсерінен жүзеге асады. Ашу үшін ең тиімді температура 35 градус Цельсий шамасын құрайды. Бұл процесті берілген температурадан төмен немесе жоғары жағдайда жүргізуге болмайды. Осы кемшілікті қалай түсіндіруге болады дейді. Енді қараңыздар, төмен 5-тен төмен немесе 50 градустан жоғары температурада болатын болса, алдымен бұл процесс бізде баяулай бастайды. Ал одан кейін ол ашыту процесс мүлдем тоқтатылады. Себебі төмен және жоғары градуста ашытқыларымыз біздің өліп қалу қаупі бар. Келесі сұрақ, төменде берілген реакция теңдеуін толықтырыңыз дейді. Бұл сіздерде ашыту реакциясы. Глюкозаны ашытқан кезде спиртпен, этанол спиртімен және СО2 газ бөлініп шығады. Осы реакцияны теңестіріп жазып алсаңыздар болады. Осымен сабағымыз аяқталды. Міндетті түрде подписаться батырмасын басып, мені қолдап кетуді ұмытпаңыздар. Келесі сабақта кездескенше қош сау болыңыздар.